Күн ысыған сайын денеміз де шөлдеп, сергітетін бір нәрсеге зәру болады. Жазда қарбызсыз күніміз өтпейді. Ол жаздың нағыз сыйы. Қарбыз көпшілік жақсы көретін жазғы жидектердің бірі. Ол түрлі дәрумендерге бай және адам денсаулығына пайдалы. Назарларыңызға қарбыздың сіз білмейтін қасиеттерін ұсынамыз. Қарбызда бақыт гормоны бар. Қарбыз жеу шынымен де біздің көңіл күйімізге жағымды әсер етеді. Себебі оның етінде бақыт гормоны серотониннің бөлінуіне ықпал ететін заттар бар. Ал оның құрамындағы магний мен түрлі антиоксиданттар күйзеліспен күресуге көмектеседі. Қарбыз ас қорытуды жақсартады. Піскен қарбызды дәрігерлер бауыр және бүйрек аурулары бар адамдарға жеуді ұсынады. Гипертониясы бар және жүрек жеткіліксіздігімен қиналатын адамдарға да қарбыз пайдалы. Себебі қарбыздың құрамында ас қорытуды жақсартуға ықпал ететін микроэлементтер бар. Қарбыз қабынуға қарсы қасиетке ие. Қарбыздың құрамында ликопин бар, сондықтан ол қабынуға қарсы өнімдер қатарына жатады. Бұл зат түрлі қабыну процестерін бұғаттайды және ағзаға қауіп төндіретін бос радикалдарды бейтараптандырады. Сол үшін қарбызды артритпен қиналатын адамдарға жеу ұсынылады. Қарбызда А дәрумені бар. А дәрумені тері, тырнақ, шаш саулығы мен сұлулығын сақтауға қажет. Сондай-ақ қарбызда коллаген мен эластин өңделуін арттыратын аскорбин қышқылы бар. Қарбызда бета-каротин бар және ол көруді қалыпты ұстауға көмектеседі. Қарбыз құрамындағы С дәрумені бета-каротин және лютеин көруге жағымды әсер етеді. Олар көз шырынының құрғап кетуден, катаракта мен глаукома дамуынан қорғайды. Халық медицинасында қарбызды шемен және сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы және шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Сонымен қатар темірге бай, қан аздық кезінде де пайдасы көп. Адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі. Қарбыздың қабығымен бас ауруын лезде жазып алуға болады. Дәнін қайнатып, сусын ретінде қолдануға да болады. Алайда қарбыз жеген кезде мына ережелерді естен шығармаңыз. Қарбыз жерде пісетіндіктен және де стерилді емес дүкендерде тасымалданып, сол жерде сақталатындықтан оның бетіне ауру тудырғыш микробтардың жиналу қаупі бар. Әсіресе қарбыз жарылып, микробтар оның ішіне кіріп кетсе, ол өте қауіпті. Бұл кезде ішек таяқшасын және басқа да жұқпалы ауруларды жұқтырып алуыңыз мүмкін. Сол үшін де зақымдалмаған тұтас қарбыз алған дұрыс. Оны үйге әкелген соң ағып тұрған судың астына жақсылап жуыңыз, немесе су бар ыдысқа бірнеше сағатқа салып қойыңыз. Және де қарбызда нитраттар көп болуы мүмкін, яғни селитралар. Сондықтан да ерте піскен қарбызды жеуге құмар болмаңыз. Бүгінгі видеомыз сізге пайдалы болса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.